отаншылдық сезімін оятуға бағытталған форумда үздік эссе, яғни шығарма жазған жеңімпаздар марапатталды. Бұл эссе байқауы сәуір айында өтті. Сәуір айы мен мамыр айында бір ай аралықта өтініштер қабылдадық. 2000-нан аса жұмысқа келді. Басты мақсат шығармашылық оқушыларды, дарынды оқушылардың қоғамға насихаттау, ғылым білімге деген ғылыми жобаға, осы эссе жазуға, тәуелсіздікті құрметтеуге, тәуелсіздіктің құндылықтарын бойына сіңіруге осы үндеу. Алматы облысы Талғар ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы номер 16 мектептен келдім. 2 ай бұрын жетекшім Назира Литвинқызы эссе байқауына қатыстырды. Эссе байқауына жеңімпаз болып келдім. Астанаға келгеніме өте қуаныштымын. Мағжан атамыз айтқанындай, арыс таңдай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін дегеніндей, еліміздің ертеңі мына біздерде. Қазылар алқасының айтуынша ұлттық құндылықтар, ана тілім айбыным атты тақырыптар өте жақсы жазылған. Бұл оқушылардың өресін байқатады. Арнайы сыйлықтармен марапатталған жеңімпаздарға білім ғылым тақырыбында дәрістер оқылып, Қазақстан Республикасының